Серік Шайман. Ағайнаш. Әй албасты, ана көңіл қосып жүрген қатыныңды көрдім. Пішту, оның менен несі артық? Іш тастаған байталдай, не ет жоқ, не бөксе жоқ, қу сүйек. Бейшарау, ана төсекке жатқанда тақымыңнан не қалады? Әйтеуір аяғы түзу екен, соған есің кеткен ғой сүмелек. Жас кезіңде көйлегі қысқа, аяғы түзу қыз көрсең әукең салбырап, орныңда отыра алмаушы едің. Енді 40-қа жақындағанда қылмаңдауыңа не жорық? Саған ерегескенде анау Қорғандағы Елизаровтың клиникасына жатып, мынау қисық аяғымды түзетіп әкелсем, талай еркекті қаратып алар жайым бар. Көрем сонда сенің әуселеңді. Мынандай 9 балды теңіз дауылынан кейін Бонапарт шындығында да есін жия алмай мәңгіріп қалды. Астапыралла, бұл пәлекет анау әйелді қайдан көріп жүр? Кім кездестірді екен, сақтық жасап жымын білдірмей-ақ жүруші еді. Әй, біздің қазақ ортаға от тастауға шебер-ақ қой. Басқа біреулер болса, көрсе де көрмегенсіп жүре беретін еді. Енді ағайнаш тыным берер ме екен? Безбүйрек, сазарған неме алған бетінен қайтпайды ол. Бонапарт тып-тыныш жай өміріне жай түскендей, басы әңкі-тәңкі болды. Жайшылықта ұяда үйінің іші ызғар тартып тұрғандай. Балалар үрпейіп, әлде бір сұмдықты күткендей. Жанынан екі ел қалмайтын кішкентай қызы бұған жоламай, шешесінің артына тығылып көзі жыпылықтап отыр. Келіп бұрынғыдай әкесінің мойнына неге асылмайды, неге еркелемейді? Бұл ұрысты үйде, төсек үстінде балалардың көзінше бастаған оған бәрінен де ауыр тиді. Ағайнаш қайбір бала бар ғой деп аңдап сөйлейтін әйел, не бір былапыт сөздерді үстін боратып жатыр. Сау басқа сақина деген осы, ағайнашқа қайтаратын жауабы жоқ. Бонапарт сүйретіліп жүріп, төсектен тұрды. Өзіне добал жоқ, кеше өлген шішкенімен қоймай, үйге де таң ата зорға келді ғой. Анау әйелде бір сойқан сүліктей жабысып жіберді ме? Күйдім жандым деп өліп бара жатыр, 30-ға дейін еркек көрмеген бейшара. Бонапарттың азан шақырып қойған аты Боранбай. Оның туы туралы куәлігін жазғанда орыс қатын Бонапарт қылып жіберген. Әкесі Торғайдың кең даласында қой бағып жүріп, кеңес әрпімен оқымаған адам. Араптың төтеншесімен шала сауаты бар. Бірақ ол кеңес өкіметі құлағанша кәдеге жараған жоқ. Шал байғұс баласының аты теріс жазылғанын мектепке барарда бірақ білді. Содан Бонапарт деген не сөз, не мағына береді деп, ауыл аймақтағы біледау дегендерге сауын салып жүргенде, әлгі қойдың басын кесетін доктор бала, ойбай отағасы, бұл үлкен адамның есімі, әскербасы болған, тарихта аты қалған француз деген халықтың патшасы, кезінде орысты шауып Мәскеуді алған деп біраз мағлұмат беріп тастады. Қойшай деген сонда шалың, мынау өзіміздің орысты шауып жүрме? Баяғы Тоқтамыс батыр сияқты екен ғой. Бірақ көп ұстап тұра алмады. Орыс даласының суығына шыдай алмай кері қайтты деді баскесер доктор. Бәсе деді қойшы шал. Бұл орыс итті кім жеңсін? Жау жүрек қой бұлар. Кешегі қысылтаяң шақта бізге пана болған жоқ па? Алла жар болып дінаман жүре берсін шырағым. Кәпір тыныш болса, мұсылман тоқ деген сөз бар халқымызда деп, шал осы баланың аты жөніндегі ұзақ сонар әңгімені бір секті сойып, бір жәшік арақ құйып тойлап аяқтаған. Сөйткен Бонапарт қой бұл. Мектепте оқып жүргенде де осы есімнен көресіні көрді. Бородин шайқасын кинодан көріп алған класстастары мұны мазақтап, әбден зықысын шығаратын. Ал ағайнашпен танысқандағы масқарасы тағы бар. Ағайнаш негізі ауылдың қызы демесең, жанып тұрған от, сөзі түйеден түскендей, бетің бар, жүзің бар демейді, ойындағысын ақтара салады. Бонапарт әуелі оның көзіне ғашық болды. Тұнық қара су сияқты, адамды шымшымдап тартып әкететін бір сиқыры бар. Анау қара тұңғиықтың ар жағында не күтіп тұрғанын өмір бақи аңғара алмайсың. Кеуделі, бөкселі, сарық қойдың арты сияқты салпылдағы емес, піскен қауындай дөп-дөңгелек бөксе. Әттең аяғы. Танысқанда Бонапарт деп бұл қолын сұнған. Ағайнаш сылқ-сылқ етіп ал келіп күлсін. Мойын шалғысымен аузын жауып алып, қалай айтқанын өзі де байқамаған шығар, жаман иттің атын бөрбасар қояды деп теріс айналды. Мұны Бонапарт та, ағайнаштың құрбылары да естіді. Дегенмен аяғын күлкіге жеңдіріп құтылды. Мүләйімсіген тұңғиық қара көз, заматта соның бәрін жуып шайып жіберді.
Бонапарт кеседегі шайға түскен масадай болып, сол көздің ішінде тұтқындалдыра қалды. Дегенмен бір жыл соңында салпақтап жүріп, ағайнашты өзіне тұрмысқа шығуға көндірді. Енді әкесі шала шабылмағанда қайтеді, жан дегенде жалғызұлдан не аяйды? Сандық түбіндегі пәлен жылдан бері жиған тергенді шашып, қалада дүркіретіп той өткізді. Ауылда құдайы беріп, үлкендердің батасын алды. Бір серкені бүріп тастап, ауыл жігіттеріне көкпар берді. Беу дүние-ай, ол да бір мұңсыз қамсыз, арқа-жарқа заман екен. Ауыл жігіттер оны әлгінге дейін аузының суы құрып әңгіме қылады. Әңгіме баяғыда біздің Ақмырзада Бонапарт үйленгенде деп басталады. Ағайнаш үйді де, түзді де тасқайрақтай қағыстыратын пысық әйел болып шықты. Бонапартқа сүйріктей бір ұл, бір қыз тауып берді. Бонапартта жолы болып, кеңшардың бас прорабтығынан аудандық құрылыс мекемесінің бастығына дейін жоғарылады. Айлығы жақсы, астында машина, жайма шуақ өмір сүріп жатқан. Экономист болып осы бір қыз келді де, Бонапарт бұзылды. Ол жасында арық, ұзын бойлы, қара сұрлау жігіт болатын. Қызмет істегелі сәл ет алып, денесі әжептәуір жұмырланып қалды. Беті ағарып, жалт-жұлт етіп тұратын ұзын қара шашы өзіне керемет көрік беретін болды. Содан ба кім білсін, жаңа келген экономист қыз Бонапартқа бірден құлап түсті. Көздегі мұңды күлкімен көміп үйренген 30-дағы қыз, жарасымды жағдайда жеңіл әзіл-қалжыңмен отырып, менің ешкім еншілемеген адал қылтамды қи дегенді тұспылдап жеткізді. Сенің отбасың, балаларың бар екенін білемін. Олардан айырып алайын деген ой менде жоқ. Қатарым өмірден өз орнын тауып кеткен. Бәрі өзің сияқты үйленген, бірлі жарым қалғандары өмірде жол болмаған бос кеуде, маскүнем нашақор. Менің мақсатым өзім ұнатқан дені сау адамнан ұрпақ сүю. Бұл жалғанда артыңда қалатын із бала екенін, қалғандарының бәрі өткінші екенін біз әлдеқашан түсінген адамдармыз деді. Экономист қыздан тап мынандай сөз күтпеген Бонапарт табан астында тосылды да қалды. Қарағым-ай, қалай айттың, қайтып айттың осынша ауыр сөзді деп, даусына болымсыз діріл араласқандай болды. Ағай, деді қыз тағы да нығарлай сөйлеп, мынау өмірсін ащы, адамдардың дені тасбауыр, дүние қоңыз болып кеткен. Баяғы біздің ата-бабаларымыздың мейірімінің шуағының ізде қалмаған. Сол ортада жүріп менің басқаша сөйлеуім мүмкін бе? Өзіңіз ойлаңызшы. Қолыңыз ашық, ақ көңіл, мейірбан болсаңыз, қазір қалай атайтынын білесіз бе? Жоқ, деді Бонапарт. Білмейсіз әне, есіңізде болсын, лох дейді. Әй, заманай депті ғой баяғыда, біздің ақылман ақсақалдарымыздың бірі. Сол айтқандай ақ заман өзгерді ғой. Бұрын құдайына қараған ақ көңіл адамды үлгі тұтушы еді, енді істеп қойғандарын қараш, лох дейтін болыпты. Баласы әкесінің, әкесі баласының үйінің босағасын телефон соғып, рұқсат сұрап барып аттайтын, имандылық пен ізгілікті ақмақ көретін, әлгі пысықай, жылдам еуропалық тәрбиенің түрі осы ма? Керемет болса өзіне керемет шығар, ал қазақ үшін түкке тұрғысыз нәрсе. Осыны ойлап, іштей өзімен өз арпалысқан Бонапарт бұл ойын сыртқа шығарып, мынау шүйкедей қызға айта алмады. Айтар еді, бірақ айтқаннан не пайда, қоғам солай ыңғайланып бара жатса. Телевизорың анау, газетің мынау, тіпті бастықтарыңның өзі еуропалық сапа, еуропалық нұсқа деп қақсайды да жатады. Көреміз содан мүй шықса деп ойлады да қойды. Бонапарттың үйіндегі ұрыс-керіс аса ушығып кетпесе де, бір жола тыйылмады. Ағайнаш оны айтарлықтай себебі болмаса да, өзі үрлеп тұтатып, ауық-ауық балаларын алып төркініне кетіп қалатын болды. Соңғысында тым ұзаққа, Алтайға кетті. Бонапарт соңынан іздеп барса, ағайнаш үйде жоқ боп шығады. Қайда десе, қайненесі Ресей жаққа кетті. Сауда жасап жүр деп шығарып салады. Бонапарт балаларын сүйіп мауқын басып қайтатын. Бір жағынан алғанда мұның өзі Бонапартқа экономист қызбен жиі-жиі кездесуге себеп болды. Қыз да бұған бауыр басып, кейбір мәселелерді ашық айтатын шығарды. Айтқаным айтқан, деді бір жол ол. Сені әйеліңнен айырып алмайым, сенен бала көтерсем болды. Біздің ара қатынасымыз сол күні тыйылады. Егер ұл тапсам, сенің атыңа жазам. Жолдыбаев Бонапарт ұлы. Тоқта, есімін кім қойсам екен,
Дәурен, Мақсат, Жұман. Жоқ, бұлардың бәрі кешегі совет заманындағы әбден ығыр болған есімдер. Ешкім ойламаған жаңа ат қою керек. Мәселен Манап, Марсель, Мегре, Жоша. Дұрыс, Жошханның атын қоям, Алтын Орданың хозяйыны. Ал қыз тусаңшы, деді Бонапарт та қиялға беріліп. Қызды өзімнің атыма жаздырам. Саған оның керегі не? Өскен соң бәрібір байға тиіп кетеді. Сенің есімің далада қалады. Сөйтіп жүргенде, бір күні сарт етіп Ағайнаш мұның жұмыс кабинетіне кіріп келді. Қасы көзді сүрмелеп, бетті опалап, шашты қиып тастаған. Жүзіктің көзінен өткенде жұтынып тұр. Қарасан нәзер жасыратын шоп-шолақ юбка киіпті. Масқара, аяғы дүп-түзу. Бонапарт көзі жыпылықтап аузын ашты да қалды. Сайтанның сапалағы, ақыры барған екенсің ғой. Аяғың, деді Бонапарт кекештеніп. Немене? Аяғым аяқ-ақ, сауығып шықтым. Доп тебуге де, секіруге де жарайды. Қараш, дүп-түзу. Енді қылп етіп көр. Жарты жылдан бері үйдің ішін темекі састып бітірген шығарсың. Мен барып үй жинаймын. Сен жұмыстан ертерек босап, балаларды алып кел деп Ағайнаш шығып кетті. Өңім бе, түсім бе дегендей Бонапарт аң-таң. Кабинеттің төрінде тұрған телевизор қосулы қалған екен. Бір депутат сұңқылдап сөйлеп жатыр. Елбасы тұңғыш президентіміздің арқасында дейді. Осы бізде не болып жатыр? 30 жыл бойы бұрынғы президенттің көлеңкесінде жүріп, кейбір депутаттардың көзін шел басқан болар. Жаңа президентіміз қайда? Әлде бізде қос үкімет пе? Өткенде бір өкілеттілігі біткен депутат, сендер болмағанда біз отыра беретін едік деп, жаңа депутаттардың алдында масқара болды емес пе? Бұл не өзі? Қандай заманға тап болғанбыз деп күбірледі ол. Екінші бір ойы, әй, Бонапарт, саясатта не ақың бар? Әуелі өз басыңның проблемасын шешіп алсайшы дегендей болады. Бонапарт ата-енесінен балаларын алып қайтқанша ымырт үйіріліп, даланы қараңғылық басты. Машинасын әдеттегідей гаражға апармай, есік алдына қоя салып үйге кірді. Балалар шешесін көріп мәз-мейрам, ал Бонапарт болса аң-таң, өз үйін өзі танымайтындай. Жайнап жарқырап кеткен, ерекше жылылық сезіледі. Әдетте шаң басып күңгірттеніп тұратын люстралары жап-жарық. Еден жуылып, төсеніштердің шаңы сорылған. Ас үйде былқып піскен жылқының етінің иісі мұрынды жарады. Ағайнаштың жүрген жері береке ғой, өзінің ісі де сөзде сойқан. Өткенде мұны мұқатпақшы болып көрші қатындар, «Ибай-ау, байың біреумен жүретін көрінеді ғой» деп өсектегенде, немене, жүрмек түгіл менің үстіме үш қатын алса да, сенің не қимаң қышиды? Қайта қолымыз арады, тоқалдарды жұмысқа салып қоям деп сарт еткізген ғой. Бұл жатар бөлмесіне барып киімдерін шешіп жатқан. Ағайнаш кіріп келіп, «Ту, исіңді сағындым ғой» деп айқара құшақтап, бетінен шөп еткізіп сүйіп алды. Бонапарттың көзі бал-бұл жанып, көзі күлімдеп қоя берді. Серік Шайман, оқыған Сұңғат Ғазиз.